Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес. Бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Жаратқанға сенім секілді өзіңізге деген сенімде көп ғажайыптар жасай алады. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп істі тындырады. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Өзіңіздің бірегей екендігіңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Бұл өмірде сіз махаббатқа лайықсыз.